Жана, үйге тамақ алып келесіз бе? Үйде вермишель, ет, күріш былай тұрсын, бір үзім нан да қалмай қалды. Я, білем, қазір жағдайыңыз болмай жүр. Біз шыдай береміз ғой. Бірақ мынау бала шағаның тамақ жемегенен 2 күн болды. Ең болмаса бір үзім нан алып келесіз. Жарайды. Асай досым, алшы. Қарным аш емес еді негізі меніңше. Қойшы, жеш. Жоқ, мәке, шынымен қазір мен мына тамақты тауыса алмай қалсам, босқа ысырап болып кетеді. Мен одан да босын салып үйге алып кетейінші. Досым, мен кешірші. Жағдайым бола тұра сенің бір жағдайын сұрамаппын. Неге маған бір ауыз айтпайсың сен? Мәке, бұл не дегені? Мен үйленгенде де қасымда жүрдің, тіпті тойыма дейін көтердің. Мен саған шыны керек айтуға ұялам. Ұялам дейсің ба? Сен қандай адамсың, е? Тойып тамағыңды жеваш. Тойып жеш тамағыңды. Мына жерден қазір бәрін аламыз. Бешбармақ, шашлик, бәрін аламыз, үйіңе апарамыз, досым. Тамақ тойып жеш. Базардан барып, базарлық алып келеміз, досым. Сен неғып маған айтпайсың, е? Сен неге менде жұмыс істемейсің? Айтшы, маған келіп жұмыс істеші. Жағдайың бәрі жақсы болады, досым. Неге істемейсің сен менде? Досым, мен саған шыны керек барғым-ақ келеді. Бірақ арамыздағы достықты құртып аламын деп ойлаймын. Достығымыз құртылмайды. Бүгіннен бастап менде жұмыс істейсің. Бәрі жақсы болады, түсіндің бе? Дүние таппасам да сен сияқты адал дос тапқаныма Аллаға шүкір.